Балалар, біздер қайда жиналдық? Сендерге. Көңіл күйіміз қалай? Тамаша. Көңіл күйіміз тамаша. Ал бір-біріміздің қолымыздан ұстайықшы кәне. Нені сезіндік? Достықты, мейірімділікті, сұлулықты. Сұлулықты сезінген екенбіз. Ендеше балалар, бір-бірімізбен дос болып, мейірімділік танытып, жылулық білдіріп жүрейік, жарай ма? Шаттық шеңберімізді орындайық. Біз Жақынды бағламыз, өсіп-өніп толамыз, қабаттанып білуге, барымтаны санамыз, санаймыз да ойлаймыз, ойлаймыз да ойлаймыз, үйренуге қуамыз, білім жолын туамыз. жарайсыңдар. Балалар, көңіл күйімізді одан әрі жақсылап көтеру үшін қазақ халқының келіншек күйі арқылы қимыл жаттығуларымызды жасап алайық. Жарай ма? Иә. Ол оюларды сендер балалар күнде көріп жүрсіңдер. Мысалға, көк туымыздың жиегінде әдемі оюмен әшекейленген белгісі бар. Балалар, сендер қандай ою өрнек түрлерін білесіңдер? Атайықшы кәне. Түйетабан, Түйетабан, сосын ай оюы, қасқа мүйіз, қошқар мүйіз, тағы ай оюы, ай оюы, сосын өсімдік оюы, өсімдік тектес ою, жұлдыз оюы, жұлдыз оюы, тарап оюы, көмелек оюы. көбелек. Осындай көптеген ою түрлері бар екен, иә балалар? Ал қазақтың ою өрнектері туралы не білесіңдер? Қалай түсінесіңдер ою өрнек дегенімізді, Кәусар? Біздің ою өрнек дегеніміз сәндік, көркемдік, тазалық, сұлулық деп ойлаймын. Өте жақсы, мен де келісемін. Ал Наркес, сен қалай түсінесің? Ою өрнек салған адамның жүрегі нәзік, жаны таза болады. Тамаша, мен де солай түсінемін. Ал Сезім, сен қалай ойлайсың? Ою өрнек дегеніміз ғасырдан ұрпақтан жалғасып келе жатқан мәдени мұра. Тамаша, ұрпақтан ұрпаққа, ғасырдан ғасырға. Балалар, біз қай мемлекетте тұрамыз? Қазақстан. Дұрыс айтасыңдар, Қазақстан мемлекетінде тұрамыз. Біздің бас қаламыз қай қала? Астана. Дұрыс айтасыңдар, Астана. Балалар, осы ою өрнек жөнінде қандай мақал-мәтелдер білеміз? Иә, Кәусар? Өнер сөзден құрт қашады. Тамаша, тағы, Наркес? Ою сызылда сынады. Иә, Сезім? Үркісі көпті, өнегі көп, өнегі көпті, емегі көп. Өте жақсы. Ойынның атауы сан құрамын анықтады, иә? Міне менің қолымдағы көбек арқылы ойнайтын боламыз және санның құрамын естейміз. Анықтайтын боламыз, иә? Қане, мен қазір көбекті лақтырамын. 2. Қандай сан түсті? 2. Ал 2 санының құрамы неше? 2. Иә, Наркес, келе көрсетеміз. 2-нің құрамы
бір мен бір. Дұрыс, 2-нің құрамы 1 мен 1. Өте жақсы. Тағы да ойынды осылай әрі қарай жалғастыратын боламыз. 3 саны түсті. Ал 3 санының құрамы я? Сезім? 3 санының Құрамы 2 мен 1. Я. Көрсете аяқпен 2 мен 1. Өте жақсы. Тағы да әрі қарай жалғастырамыз. 6 санның құрамы Айрис? 3 пен 3. Дұрыс, 6 санның құрамы 3 пен 3. Қайны қошеметтеп қояқшы бір-біріміз. Балалар, біздің келесі екінші тапсырмамыз оюлы текемет. Бұл оюлы текеметті біздер есептер арқылы әдемі етіп құрастырамыз. Есеп шығаруға дайынсыңдар ма? Бірінші үстелге Сезім мен Әбілмансұр келсін, екінші үстелге Нәркес пен Айрис келсін. Келе ойындар. Осы есепті жақсы шығарса, бізде әдемі текеметтің бейнесі шығатын болады. Неше дайынбыз ба? Неше кеттік ал. Бірінші тұрған бізде қандай сан? 1 мен 2-нің қосындысы нешеге тең? 3-ге тең, дұрыс. 0 мен 1-дің қосындысы 1. Қайда орнатамыз? 2 мен 2-нің қосындысы 4-ге тең, дұрыс. Әдемі текеметтің шығып келді ма? Тұрата, келесі қандай сан? Неше мен нешенің қосындысы? 3 пен 3-нің қосындысы нешеге тең екен? 6. 6-ға тең. Жақсы. Ал Сезім мен Әбілмансұр 4 пен 1-нің қосындысы нешеге тең? Я, дұрыс? 5-ге тең, дұрыс. 2 мен 0-ның қосындысы? Я, 2-ге тең, өте жақсы. 7 мен 2-нің қосындысы нешеге тең? 9. Дұрыс. 9-ға тең. Мына жақтікі екен, әне сендер. 7 мен 2-нің қосындысы нешеге тең? 9-ға тең, өте жақсы. Не? Әбілмансұр мен Сезімде текеметтің бейнесі шықты ма? Ойы өрнекпен әсемделген текеметтің бейнесі шықты, тамаша. Өте жақсы. Келесі үшінші тапсырма бізде оюларды топтастыр деген. Жаңа айтқандай оюлар түрге бөлінеді дедік қой. Біздер көк түске аспан әлемі бойынша ойынды топтастырамыз. Оюды. Келесі жасыл түске өсімдіктер тектесті, қоңыр түске жануарлар тектес, қызғылт сары түске геометриялық пішіндер тектес оюды естуіміз керекпіз. Топтастыруымыз қажет. Ondası кәне кім шыққысы келеді ойынға? Сезім, Даяна, Айрис, Әбілмансұр. Сезім, сен аспан әлемі, сен өсімдік тектес, Айрис, сен жануарлар тектес, Даяна, сен геометриялық пішіндер тектес. Ал қалған балалар мұқият қарап отырайық. Балалар дұрыс орнатып жатыр ма, жоқ па? Қазір анықтайтын боламыз. Ал міне балалар дұрыс орнатты ма? Дұрыс топтастыра білдік пе? Өте жақсы, жарайсыңдар. Сен аспан әлемі бойынша қандай оюларды орнаттың? Атап бере қойшы маған. Жұлдыз, сосын. Ай және күн. Өте жақсы. Бұл аспан әлемінің оюлары, өте жақсы. Әбілмансұр, сен өсімдіктер бойынша қандай оюларды орнаттың? Көбелек ою, өсімдік ою. Дұрыс, көбелек ою және өсімдік ою екен. Ал Айрис, сен жануарлар тектес оюлардан қандай оюларды орнаттың? Қазма ойын. Көмектесуге болады. Қазма ойын және түйетабан, қошқар мүйіз, өте жақсы. Ал Даяна? Даяна қандай оюды орнатты? Геометриялық пішін. Геометриялық пішін. Дұрыс.